Сонымен алаңға не үшін шықтың? Не үшін шыққаны қалай? Қазақ елін қазақ басқару тиіс. Сендер осы көп оқимын деп бастарың айналып кеткен ғой деме? Аға, сонда біз адам емеспіз бе? Кім отырады, кім сайланады, оның бәрін халық шешуі керек. Басты қатырмаш. Партия өз шешеді, кімді алады, кімді қояды. Сен одан да өзіңді ойла. Ертең оқудан кетесің. Мүмкін сотталып та кетесің. Керек пе сол саған, Одан да көп басты қатырмай. Маған қолымды қой да, кет бір. Бұл не құжат? Ешқайсына қол қоймаймын. Қоймайым де. Қоймайсың ғой, Көзсіз батырым. Не істеп жүрсің бері? Мен не істеппін? Не істегеніз? Көз алдыңа бәрін тізбектеп айтып берейін бе? Жоқ әлде желкеңнен жетектеп шығып, көшеде не болып жатқанын көрсетейін бе? Көшеде нені көрсетесіз? Соққыға жығылған қазақ ұл қыздар ма? Әлде ақ қарды қызыл қанға боянып, орыс әскері ме? Молчай! Қаншама ғимараттарды қиратқандарыңды, қаншама көліктерді өртегендерің. Жоқ әлде тоқтауға келген әскерлерге күш көрсеткендеріңді көрсетейін бе, Кешіріңіз, сіз сол алаңда болдыңыз ба? Алаңда не болып жатқанын өз көзіңізбен көрдіңіз бе? Әрине жүрмейсіз. Егер де сіз сол көшеде жүргенде, не болып жатқанын өз көзіңізбен көргенде, мына қағазға сенбейтін едіңіз. Сен не өкіметті өтірікші деп тұрсың ба? Өкімет емес, сіздер өтірікшісіздер. Бер ана шақпақты. Аға, қазақсыз ғой. Сіз бізді түсінсеңізші. Біздің ешқандай арам ойымыз болған жоқ. Біз тек қазақты қазақ басқарсын деген оймен алаңға шықтық. Да? Содан не таптыңдар? Содан не таптыңдар дейм? Мүмкін рұқсат қағаздарыңды ала келген шығарсыңдар, бәрібір емес пе кім басқарса да? Қарның тоқ, киімің бүтін. Одан басқа не керек, Ит тойған жерінде деген аға. Біз ит емеспіз ғой. Әр ұлтты өзін түсінетін, сол ұлттың адам басқарған дұрыс емес. Аға деме дейм маған. Мен саған аға емеспін де, маған бәрібір түсініп тұрсың ба? Қарның тоқ, киімің бүтін мен. Сен аға деп отырған мен де ақпақ. Аузыңды жап! Ит екесің. Аузыңды жап дейме саған. Мына жерге қолыңды қой. Қоймайды екесің, мен сенің түбіңе жетем. Мен ешқандай да қағазға қол қоймайым. Мен сенің түбіңе жетем дейм. Ал көшеде төбелесіп ұсталған қандай екен? Мен ешқандай төбелес шығарған жоқпын. Сен ұсталған жоқсың, Мен ғой көшеде төбелес шығарып ұсталған. Солай ма? Мен ол алаңға шыққан себебім қазақ қызының шашына тартып, мұз үстіне сүйреткеннен шыдай алмадым. Батыр. Міне ақылы бар екен, Саған көшеге шықпау керек еді. Алаңға шықпау керек еді. Үйде тып-тыныш қана жататын адамсың ғой. Енді отырсың мына жерде. Кешіріңіз, олай істеу қолымнан келмеді. Намысым жібермеді. Намыс. Енді отырсың міне. Саусағын шайнап, өкініп. Мен сізге өкініп отырмын деген жоқпын. Дәл қазір мені босатсаңыз, тап қазір сол алаңға барар едім. Молодец. Жаным-ау, алаңға шығып нең бар еді? Түрімнен түк қалдырмапты ғой. Ауыра ма? Ауыра. Тағы қай жерің ауырады, айтшы. Жаным ауырады, аға. Біз бұндай нәрсені көретінен не істедік? Алаңға тек қана өз ойымыз айту үшін ғана шықтық қой. Үйге қайтқым келеді. Апама барғым келеді. Апаң осында екеніңді біле ме? Жоқ, білмейді. Бәлкім білмеген де дұрыс шығар. Бұлай не істек Жанымсың? Сен мына жерге тезірек қолыңды қой, содан кейін ауылыңа барасың, апаңа барасың, жарай ма? Бұл не қағаз?
Оны қайтесің, тезірек қой да бар. Жоқ, тоқтаңыз. Мен ешқандай қағазға қол қоймаймын. Жалған ғой мұның бәрі. Біреуге жала жапқанша өзімнің өлгенім артық. Ой, есесіне ауылыңа қайтасың. Сонда біреуге жала жауып, оның обалына қалып, мен ауылға барған кезде апама не деп айтам? Одан да мен қайтадан камераға отырғызыңыз. Ақмақ! Ал әңгімені баста. Сендерді ұйымдастырып жүрген кім? Ешкім. Ендеше, алаңға шығуымыз керек, ойымызды айтуымыз керек дегенді қайдан білдіңдер? Демек, сендерді біреу ұйымдастырған. Бізді ешкім ұйымдастырған жоқ. Мен сенен тағы да сұраймын. Сендерді кім ұйымдастырды? Мен сізге тағы да айтам. Бізді ешкім ұйымдастырған жоқ. Таңертең сабаққа барғанда елдің бәрі алаңға жиналып жатыр дегенді естіп, олардың қасында біз де болуымыз керек дегенді естіп, мен де алаңға бардым. Қой қақсап айдаған жаққа кете берем де. Елдің бәрі қораға жиналып жатыр десе, қораға сен де баратын шығарсың, е? Қазақтың қой сияқты жуас екенін білем. Бірақ қой сияқты ақмақ болуға бола ма? Не дейсің? Ақмақсың деймін. Сендейлер жер қалай көтереді екен? Қайтып көтереді. Не істесеңіз де, мен сіздің қағазыңызға қол қоймайын. Онда түрмеде шіретін дей бер. Мейлі, шірсем шірейін. Бірақ қазақ елінде қазақ қана басқару тиіс. Ей, оны сен шешпейсің, оны партия шешеді. Жоқ, барлығын халық шешу керек. Билік халықпен санаспай еш нәрсе істей алмайды. Біз сендерге мал емеспіз. Жаз қағазыңа. Мен өз еркіммен, өзімнің елімнің бостандығы үшін алаңға шықтым. Бар жасым тек осы ғана. Халқым, жасың нешеде сенің? 16-да. 16? Сен кәмелеттік жасқа толмағансың ғой. Сенің әке шешең біле ме өз немен айналысып жүргеніңді? Біледі. Біз алаңға отбасымызбен бірге келдік. Немене? Сенің атанан кәмелеттік жасқа толмаған баланы. Да ёлки-палки. Біз көтеріліске шыққан жоқпыз. Біз өз ойымызды айту үшін бейбіт шеруге шықтық. Ал сіздер болсаңыздар еш нәрсеге қарамай, барлығымызды соққыға жықтыңыздар. Ақмақ. Сол керек сендерге. Бұл сендерге аз, Бұл аз. Немене? Не деген оңбаған едіңіз? Алаңға қазақ жастары қазақ үшін қырылып жатыр. Ал сіз мұнда бүкілін тергеп, не деген жеркеніштісіз? Ал жүрші. Жеркеніштісіз. Давай, көп сөзді қойда мына жерге қолыңды қойда бар кет. Жоқ, мен сізге тағы да айтам. Қол қоймайым. Өтінем, мен жіберіңізші. Мен көтеріліске інімді іздеп шықтым. Оған бір нәрсе болғанын жүрегім сезеді. Өтінем, жіберіңізші. Мен саған тағы да қайталап айтам. Мына қағазға қолыңды қойда бар кетші. Жоқ, мен қол қоймайым. Ініме зияны тисеші. Сен неге өз басыңды ойламайсың? Жоқ, кешіріңіз. Ініме бір нәрсе болса ата-анама не деп айтам? Мүмкін ол бостандықта шығар. Сенің есің дұрыс па? Сен мына жерде сонда алқаштармен, нашақорлармен отырмақшысың ба? Жоқ, сіз олай демеңіз. Олар бұзаққа нашақорлар емес, олар өз ойларын айтуға шыққан адамдар. Сендей ақмақты көрсем көзім шықсын. Естеушісіздер оқу қайда? Болашақтарында ойламайсыңдар ме? Сол, болашағымызды ойлағаннан кейін бәріміз шығыптық. Қалай болашағың жарқын ба екен? Мен өз болашағыма сенем. Прикинь, мен де сенгім келеді, бірақ мына қағаздарға қарасам сен алмаймын. Сен білесің ба, саған кемінде 20 жыл береді. Ал сот отырысынан кейін адам өліміне қатысты ату жазасына да кесілуі мүмкін. Аға, мынау қағазда жазылған бәрі өтірік. Мен бұның біреуін де істеген жоқ. Қойшы, сен де өкіметті өтірікші деп ойлайсың ба?
өкімет дегенге қатысым жоқ. Мен алаңға шыққан себебім қазақ қыздан шашын жұлып соққыға салып жатқан естідім. Қалай тез қайтқың келе ме өзі? Иә. Онда мына жерге қолыңды қой. Соны келіп қайта бере. Бұл не қағаз? Қайтесің оны? Қойда жүре берсең шығар. Мен ешқандай қағазға қол қоймаймын. Жолдасымды сатқаннан гөрі екеуміз неге көреміз? Сендей бейшараны көрем деп ойламақ. Кім бейшара, мен бе? Сенсің ол бейшара. Не мына жерде өзінше болып бізге сұрақ қойып тұрсың? Көшеге шықпайсың ба? Мен не үшін шығам көшеге? Менде бәрі жақсы. Бірақ сендер түсінбеймін, өмір еш нәрсе жақпайды. Иә, біз сондаймыз. Бізге ештеңе жақпайды. Бізге орыстардың билік берген де жақпайды. Сен сияқты құйыршықтардың да билік жүргізген жақпайды. Насырай! Мен офицермін! Жоқ, сен үкіметтің күшісің. Сен сияқтылар шакал дейді. Дұрак! Аға, мұның бәрі қашан бітеді? Тезірек біту үшін бастамау керек. Біз бой болады деп ойламадық. Біз тек бейбіт шеруге шыққан едік қой. Олар неге бізді сабап бастады? Бейбіт шеру? Долой Колбину! Қазақ елі қазақ басқарсын деп көшені жаңғыртқан кім? Мен бе? Бірақ рас қой, шынымен де қазақ жерін тек қана қазақ басқару керек. Өздерің кінәлісіңдер, өздерің. Түсініп тұрсың ба сен мені? Тыныш жатқан жыланның құйрығын басып нелерің бар, Аман есен қайтқың келе ме өзі? Әрине қайтқым келеді. Ауылға ата жеме барғым келеді. Мынаған қолыңды қойна бар, кет. Қол қоймай-ақ бара берсем болмайды. Әрине болмай! Сендердің қылмыстарыңды кімнің мойнына артамыз? Жоқ аға. Одан да өз жасаған қылмысымды өз мойныма көтерем. Онда өз обалдарың өздеріне. Түсіндің бе? Ел тосқан күрде, келетін мүлде жайдарлы, сол жылы бірақ